Жыл соңына дейін Семей қаласының автопарктері 30 жаңа автобус сатып алады. Бұл туралы қала әкімдігі хабарлады. Қалалық автопарктер ағымдағы жылдың соңына дейін қосымша 30 автобус сатып алып, қоғамдық көлік санын көбейтуді жоспарлап отыр. Тасымалдаушылар келесі жылдың басына да жаңа автобустар санын көбейтуге ниетті. Бұл шара маршруттық автобустардың қозғалыс жиілігін арттыруға және Семей қаласындағы қоғамдық көлік мәселесін ішінара шешуге мүмкіндік береді. Қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов Тайбу бас Қазақстан аты автобустар шығаратын зауытқа барып, осы сапары барысында қалалық автопаркті толықтыру мәселесін талқылады. Республика күні қарсаңында Семей қаласының жастар ресурсы орталығы және Сенмен болашақ қоғамдық бірлестігі бірлесіп шыққан сөз өнері байқауын ұйымдастырды. Сөз өнері байқауының әділі қазылары қатарында филология ғылымдарының магистрі Медет Рақымбаев, Қазақстан жазушылар одағы Семей қалалық филиалының директоры Мерей Қарт, философия ғылымдарының докторы Гүлнұр Мүрсәлім, 16-шы халықаралық шабыт фестивалінің жеңімпазы жазушы Қуат Қиықбай болды. Өте сенімдімін. Сондықтан бүгінгі мына ұйымдастырылып жатқан Қайсардың біздің студенттердің, жастардың оқуға еліміздің бастысы аман болсын. Іс-шара қорытындысы бойынша Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледж студенті Жұлдыз Байдүсенова бірінші орын иеленсе, екінші орынды Павлодар облысынан келген қатысушы Әлішер Дабылхан және геологиялық барлау колледж студенті Сұлтан Бақтығали еншіледі. Үшінші орында Мерейлім Қазақбаева, Нұржамал Айтжанова, Мадина Нығымет қанжығасына байланды. Барлық қатысушылар мен жетекшілер арнайы алғыс хатпен марапатталды. Өткен сенбі күні Жарма ауданы орталығында Қалбатау ауылдық округі, Ақжал ауылы және Жаңғызтөбе кентінің күзгі ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтті. Аудан көлемінде өткен жәрмеңкені аудан әкімі Жарқынбек Байсабыров аралап көрді. Жәрмеңкеге әкелінген өнімдердің базар бағасы мен тұтынушылар талабына сай келуіне назар аударды. Тұрғындарға ұсынылған ет, май, көкөніс, балық өнімдерінің құны нарықтағы бағадан 10%-ға төмен деп жазды өңір басшысы өзінің Инстаграм әлеуметтік желісінде. Алдағы уақытта жәрмеңкелер тұрақты түрде өткізілетін болады. Бесқарағай ауданы әкімі жұмыс сапарымен Далон, Бөдене, Мостик, Черемушка ауылдарына барды. Сапар барысында аталған ауылдардағы әлеуметтік нысандарға, білім ордаларына барып, олардың жай-күйімен танысты. Далон ауылында былтыр су құбыры желісін тарту жұмыстары жүргізілген болатын. Осыған орай ауыл тұрғындарының өтініші бойынша үй ішіне су тарту жұмыстарын жүргізетін мердігерлерді тауып, тұрғындар мен мердігерлер арасында байланыс орнатуды тапсырды. Сондай-ақ Бөдене орта мектебіне барып, республика күні мерекесі аясында ашылатын шағын орталықтың жұмысымен танысып, анықталған кемшіліктерді жоюды тиісті бөлім басшыларына жүктеді. Ауылдарды аралау барысында инфрақұрылымның тозғандығын байқадым. Осыған орай ауылдық округ әкіміне, орынбасарларыма және тиісті сала басшыларына мәдениет үйін салу, футбол алаңдарын орнату, жол мәселесі бойынша тиісті тапсырмалар бердім деп жазды Талғат Мұратов Facebook парақшасында.